жектер. Үркек ғажайып түс көріп, тәтті ұйқыда жатыр. Түсінде айдағы бақшаға тап болған екен. Ол жақтан жемістердің түр-түрін табуға болады. Тіпті жер бетінде өспейтін жидектер де толып тұр. Үрпек бәрін тойып жеп жүреді. Үркек! Үркек! Тұршы, ояншы! Ой, Үрпек, саған не болды? Мені неге ояттың? Кешір, бірақ сені серуенге шақырмақшы едім. Үркек, біз сені ойынға шақырып келіп тұрмыз. Мен керемет түс көріп жаттым ғой. Бәрін құрттыңдар. Енді айдағы бақшаны қайтадан қалай көрем? Қандай бақша? Сиқырлы. Ондай бақша біздің орманда жоқ. Сонда оның несі сиқырлы? Ол сондай үлкен бақша. Жемістері де сиқырлы. Дәмін өзің таңдайсың. Мысалы, қауын жеп тұрып, балмұздақ туралы ойласаң, болды. Балмұздақ жеп тұрғандай боласың. Шын айтасың ба? Сондай бақша шын өмірде болу мүмкін бе? Жоқ, әрине. Меніңше болады. Ол үшін барлығымыз осы сиқырлы бақшаны егетін ерекше бір жер тауып алайық. Қане, кеттік. Әуе шарымызға отырып, орманда аралап шығайық. Бақша тек айда ғана өседі. О, демек біз айға баруымыз керек. Үркек, біз айға қалай барамыз? Ол жақ алыс қой. Одан да ормандағы Сақшағайға барайық. Мүмкін Сақшағайдың зымыраны бар шығар, ә? Сәлеметсіз бе, Сақшағай? Сізде зымыран бар ма? Амансыңдар ма, көжектер? Түк түсінбедім. Қандай зымыран? Үркек, асықпашы, мен түсіндірейін. Сақшағай, біз сізден ақыл сұрауға келдік. Айта қойыңдар, қандай бұйымтайларың бар? Біздің Үркек сізден сиқырлы бақша көрген екен. Бірақ ол бақша айда өседі. Ал біз өз орманымызда сондай керемет бақша еге аламыз ба? Немесе айға ұшып бара аламыз ба? Ол бақша несімен сиқырлы сонда? Онда жемістердің түр-түрі бар. Өзің қалаған дәм шығарады. Балақайлар, егер еңбектенсеңдер, сендердің бақшаларың жайқалып өсетін болады. Үркек, еңбектің наны тәтті дегенді білесің бе? Сонда қалай? Өз қолыңмен егіп, күтіп баптаған жемісіңнің дәмі айдағы ғажайып бақта өсетін жемістен де тәтті болады. Рас айтасыз ба? Ендеше мен өзімнің аулама бақша егемін.
сөйтіп үркек түсіне кірген айдағы бақшаны өз үйінде де ек алатын болып шықты. Ол үшін тек еңбектену керек екенін түсінді.